Түсіп Күзембаев, атақты шахтер, көмір өнеркәсібінің озаты. Сонымен қатар Қарағанды көмір комбинатының номері 44-45 шахтасының бастығы, социалистік еңбек ері. Ол 1890 жылы Қарағанды облысындағы Қарқаралы ауданында дүниеге келген. 1907 жылы әкесімен бірге Қарағанды кенішіне кетіп, ағылшын кәсіпкері Джим Герберттің Джимми шахтасында жұмыс істеді. 18 жасында жер астына түсіп, санашы, бекітуші, содан кейін кенгер болып жұмыс істеді. 1917 жылы революциядан кейін әкесімен бірге туған жеріне қайтып, Қарқаралы орман шаруашылығында жұмыс істеді. 1933-1937 жылдар аралығында номер 1 шахтаның кен қызушы бригадирі болды. 1935 жылдың 26 қыркүйегінде Түсіп Күзембаев басқарған бригада әр забойшыға тәулігіне мөлшер бойынша 11 вагон арба орнына 220 вагон арба көмір өндіріп, республика рекордын жасады. 1937 жылдан бастап номер 1 шахтаның бастығы ретінде жұмыс атқарды. Жан қиярлық еңбегі арқасында көмір өндіруде, жаңа шахталарды салуда, сонымен қатар еңбектің озық әдістерін игеруде үздік табыстарға жетті. 1942 жылы Түсіп Күзембаев Сталин көмір тресінің номері 44-45 шахтасының бастығы болып тағайындалды. Ол әлемдегі алғашқы сериялық комбайнның авторы Семен Макаровпен жеке таныс болды. Соғыстан кейінгі бірінші 5 жылдықта Күзембаев шахтасы көмір өндіруді 70%-ға дейін арттырып, 5 жылдық жоспарды 3 жылда орындады. 1948 жылы Түсіп Күзембаевқа әкімшілік қызметтің 1 дәрежелі кен директоры атағы берілді. КСРО жоғарғы кеңесі төралқасының 1948 жылғы 28 тамызындағы жарлығымен Ленин ордені және орақ пен балға алтын медаліне және де социалистік еңбек ері атағына ие болды. 1972 жылы Қарағанды қаласының Майқұдық ауданында Күзембаев есімімен көше аталды. Сонымен қатар 2004 жылы Түсіп Күзембаевқа мүсін орнатылды.